Бұл қысқаша көбейту формулаларының бір жақсы жері, әрбір шығарылған есеп тиімді түрде орындалады және оңай есептелетін болады. Мысалға 13-тің квадраты 9-тың квадраты, азайтайық, 13-тің квадраты. Бұл екі өрнектің квадраттарының айырым формуласына келеді. Ендеше бірінші өрнек пен екінші өрнекті азайтып, бірінші өрнек пен екінші өрнекті қосып, осылардың шыққан көбейтеміз, мәндерін көбейтеміз. Сонда мына жерде шығады 4 көбейту 22 тең болады 88. Бұл бірінші есеп. Екінші есеп бұл 6-тан 5-тің квадратынан азайтайық 3-тен 2-нің квадратын. Екі өрнектің квадраттарының айырымы деген сөз. Ендеше 6-тан 5-тен азайтамыз 3-тен 2-ні, 6-тан 5-ке қосамын 3-тен 2-ні, шыққан нәтижелерін көбейтеміз. Ендеше айырым алған уақытта бұл ортақ бөлімі 6, 2, толықтауыш көбейткіш минус 4 көбейтілген, жерде де 6 болады ортақ көбейткіш, мынадан 2, яғни 5 қосу 4 тең болады 6-дан 1 көбейтілген 6-дан 9. Енді осы жерде қысқартамыз. 3-ке қысқартып жіберсек, мына жерде 2 қалады, мына жерде 3 қалады. 3 пен 6-ны қысқартамын, 2 қалады, мына жерде 1, сонда 4-тен 1 болады. Жауап 4-тен 1. Үшінші мысалға 3,3-тен 1-дің квадраты минус 4,2-ден 1-дің квадраты болсын. Бұл жерде де солай, екі өрнектің квадраттарының айырымы, ендеше бірінші өрнектен азайтамыз екінші өрнекті және бірінші өрнекке қосамыз екінші өрнекті. Азайтқан уақытта тағы да ортақ бөлімі 6 болады. Мына жерге 2-ден толықтауыш көбейткіш, мынада 3-тен. Азайтамыз, сонда минус 1 бүтін, бөлімінде 6, мынау 3, азайту 2 болады. Көбейту 7 бүтін 6, 2 ортақ көбейту. Толықтауыш көбейткіш, мынада 3, 6-дан 5 болады. Ендеше бұны